салтанатты іс-шарамызға қош келдіңіздер. Бүгін бізге қонақта Қазақстандағы Гёте институтының ақпарат бөлімінің жетекшісі Шолпан Қызайбайқызы. Hallo, herzlich willkommen in Совместными. Hoş geldiniz bizlere. Жарты миллионнан астам кітап қоры бар. Соның ішінде бізден ағылшын бөлімі бар. Және міне бүгін сіздерге неміс тілінде кітаптармен таныстырды келеді. Говорили про чудо! Про какое чудо мы говорили? Про книгу говорили. Да, знаю я такое чудо. Книги — это действительно чудо, где все можно узнать. Много-много интересного. Европа. Көлеңкелер кітап. Онда бәрі сумен байланысты болады. Екіншісі көлеңкелермен байланысты. Онда көлеңке қайдан болады? Күннен. Бір жарық болады, иә? Бір жарық, мысалы, сен от жақсаң, оттың ар жағында былай жарық көлеңке түсіп тұрады, иә? Сол сияқты. Сонда қайық көріп тұрсың ба? Иә. Енді жерді қарай. Ракушка тап. Тап бастың ба? Это очень Так, все еще на лодке. Kitap kilatır. Қазақша сөйлейміз. О, это корону можно сделать. Команда. Ну, басқа жақсы. Бояуға тырысыңдар. Параллельно Yerden bari görüşeceğimiz. Какой еще немец? Давайте пилить контент. Вау! Ну какая же колдунья красивая. Замечательно. Так, Я в соло. ну, давайте, кто первый? И потом начали это все украшивать. Орыс ертегісінен біз Золушка, неміс ертегісінен біз Золушка деген ой Белоснежканы салдық. Біз бірінші эскизін салып алдық, бетін салып алдық. Одан кейін біз оны жапырақтармен және бояғыштармен безендірдік. Жалпы, яғни Белоснежканың жеті гномы бар екенін білеміз, және де осы жапырақтарды біз яғни жеті гном түрінде жабыстырдық. Мы сначала распределили обязанности. То есть я рисовала эскиз, а другие ребята нашей команды все обклеивали. Біз бұны бірінші боядық, яғни өзінің алдындағы жіберкасына осы жылтырлықтармен түймесін жасадық. Жарайсыңдар балалар. Мюнхен, Ваймар, Берлин, Гамбург. Молодцы. Алда Аруна, одан кейін Абылқайыр, Ербатыр, Жансая, Нұрали, төртінші. Мұрагер, сен алдың ғой? Мына екеуі, а сен емен екеуі. Төртеуі. Көбірек жауап берген. Осындай сыйлықтарыңызға ие болдыңыздар. Құтты болсын.
Ага.